Көп балалы анамын, жасым 70-те, 15 жыл үй кезегінде тұрып, бір бөлмелі пәтер алдым. Енді 2 бөлмелі пәтер алайын десем, бұрынғы алған үйдің кілтін өткізіп, тағы да кезекке тұрасыз дейді. Бұл заңды ма? Тұрғын үй қоры өзі аспаннан түсіп жатқан, есепсіз келіп жатқан нәрсе емес. Сондықтан да бұл жергілікті атқарушы органның бөліп жатқан тұрғын үй қорының ішінен алынғандықтан, жергілікті атқарушы органның келісімімен және солардың пәрменімен жасалады. Сондықтан да бұл жергілікті атқарушы органның құзырында. Енді сіз кезек бойынша үйді алмаған болсаңыз, онда ол басқа әңгіме. Ал алып қойып оны ауыстыру мәселесі, онда сіз жергілікті атқарушы органның осы қордағы бар үйлердің санымен, онда кезекте тұрған адамдардың санымен сіздің мұқтаж немесе мұқтаж еместігіңіздің екендігі ескеріле отырып шешіледі. Сондықтан сіз ол тұрғын үй алаңына мұқтаж болсаңыз, соған мұқтаж екендігіңізді дәлелдейтін құжаттарды жинап, жергілікті атқарушы органмен иықтаса отырып қана шешіледі.